Құрметті тыңдармандарым, әңгімемді бастамас бұрын өтінішім қазақ арнасының дамуына үлестеріңізді қосып, арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыз, жаңадан шыққан әңгімелерімді біріншілерден болып тыңдайтын боласыздар. Ендеше әңгімемді бастайын. Аға, маған папа болыңызшы. Әкем қайтыс болғанда бұлай жыламағам. Шымкент қаласына іс сапармен барғанбыз. Шаһардағы балалар үйіндегі бүлдіршіндерді қуандыруды ұйғардық. Ниетіміз бір сәт болсын жақсы көңіл сыйлау. Мешіт имамы жол бастап келеді. Жолай жан ауыртар оқиғаны әңгімелеп берді. Мен мұнда жиі келіп тұрамын, деп бастады сөзін ол. Мереке күндері, әсіресе ораза, құрбан айт кездері қайырымдылық шараларын жиі ұйымдастырамыз. Құрбандық етін таратамыз. Өнердегі әншілердің басын қосып, осы жетімдер үйінде концерт өткізіп тұрамыз. Жиі келгеннен бе екен бүлдіршіндер мені танып алды. Бір күні баяғы әдетіме салып, балалардың көңіл күйін бір көтеріп кетейін деген ниетпен тағы келдім. Көзі жәутеңдеген жетім жеткіншектер қатты айқайлап, «Алақай, папамыз келе жатыр!» деп жапа-тармағай есік жаққа жүгіріп келді де аяғыма жармасып қысып құшақтады. «Аға, неге келмей кеттіңіз?» деп реніш білдірді кейбір кішкентайлар. «Бұл жерден кетпей-ақ қойыңызшы» деген өтініштеріне не айтарымды білмей абдырап қалдым. Қазақтың өрімдей бір қызы, «Аға, маған папа болыңызшы, мені бұл жерден алып кетіңізші» деп өтінгенде көзімнен жас парылады. Жүрегім езіліп, жаным қиналды. Әкем қайтыс болғанда езіліп жылаған емеспін. Бірақ әлгі жерде ішім күйіп, жанымды қоярға жер таппай кеттім. Мұндай сөзді естимін деп еш ойламаппын, деді имам. Жетімдер жыламасыншы. Осы әңгімеден кейін біздің де көңіліміз босап қоя берді. Сөйтіп балалар үйіне де жеттік. Тәрбиешілер оларды әдемі киіндіріп, шаштарына бантик тағып қойыпты. Жадырап, жайнап көңілдері шаттық пен қуанышқа бөленіп отыр. Әрине, мереке ғой. Ән айтты, би биледі, көріністерін қойды. Қонақтарға бар өнерлерін паш етті. Епті әрі есті. Сөп-сүйкімді қимыл қозғалыстары да жарасымды. Сый-сияпаттарын көтере келген қонақтар көз жастарына ерік берді. Бір кезде имам жетімге қамқор болғандар жәннатқа бірінші кірген пенделердің қатарында болатынын айтты. Жетімнің басын сипағандар жәннатта пайғамбарымызға, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, көрші болу мәртебесіне ие болатынын жеткізді. Игілікті шарадан қайтып келеміз. Жолай алған әсер, қорытқан ойларды бір-бірімізбен бөлісіп келеміз. Әп-әдемі, жүрегі пәк қазақтың қара домалақ балалары ғой. Тіпті оларды өзімнің бала-шағама қосып қамқорлық жасап, тәрбиелеп алғым келеді, дейді имам. Жетімдерге көңіл бөлу тек бір маусыммен шектелмесе екен, деген ойларды айтылды. Ит жетектеп, оны бағып қаққаннан гөрі, жетім баланы асырап алған теңдесі сауап емес пе? Қалайша бауыр етін балалар үйіне тастап кетеді екен осылар. Обалына қаламын-ау деп қалай қорқпайды екен, деген сөздерде қабырғамызды қайыстырды. Шара барысында балалардың көңіл күйі көтеріліп, бір серпіліп қалғанмен, жанарында жабырқау, алаңдау байқалады. Оны сөзбен жеткізбесе де, көзбен білдіріп тұр. Жетімдердің жүрегі, кімге ұқсатам білмеймін қандайымды. Мама кеп бір иіскеші маңдайымды.
ақ уызға толмаған таңдайымды толтырайын айтумен жағдайымды, деп жырлап жылап тұрғандай. Жетімдер жыламасыншы. Қымбатты тыңдармандарым, әңгімем ұнаған болса, лайк басып, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді жазып қалдырың. Келесі әңгімемде кездескенше сау саламат болыңыздар.